Армысыздар, құрметті кітап сүйер қауым. Назарларыңызға баян өңірінен шыққан сырлы ақынымыз тақырыбындағы кітап көрмесін ұсынамыз. Өңіріміздің ақыны Сүлеймен Баязитов төңірегінде болып жатқан оқиғаларды ғана емес, елімізде болып жатқан оқиғаларды тілге тиек етіп айтып қана қоймай, оларды кітаптарға енгізген. Кітаптарына тоқталатын болсақ, Жарылыс атты аталмыш кітабына Жарылыс романы енгізілген. Павлодар, тіпті Баян өңірінде, тіпті тұтастай қазақ даласында болған оқиғаларды мысалға айтатын болсақ, қуғын сүргін, аштықты жариялау, ұлы отан соғысы, тың игеру сияқты азапты жылдарды қазақтардың басынан өткерген оқиғаларды енгізген. Жаралы жердің жанары бұл кітап 2 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде тамыздағы тамық және шағын әңгімелер енгізілген. Бұл кітапта қазақ елдерінің тағдыры, адамдар арасындағы қарым-қатынас, махаббат пен зұлымдық, пейіл мен мейір, басқа да қарым-қатынас туралы мәселелер қозғалған. Ал екінші кітабының негізін Сергелдең повесі құрайды. Бұл повесте яғни ауыл адамдарының ұлы қазан төңкерісінен кейінгі жаңа қоғам орнату барысында басынан өткен Сергелдең өмірі туралы айтылады. Ақынның шоң кітабына тоқталатын болсақ, бұл кітапта 6 алашқа аңыз болған Баян өңірінің Едіге би, Қаз дауысты Қазыбек би билері туралы және одан да басқа қазақ билері туралы тарихы айтылған. Поэмалар мен аудармалар. Бұл кітапқа ақынның соңғы жылдары жазған поэмалары Бұқар ертең сөйлейді және Ашаршылық атты поэмалары енгізілген. Біздің таулы өңірде. Бұл кітапқа ақынның соңғы жылдары жазылған балаларға арнаған өлеңдері, ертегілері, жаңылтпаштары және де ертегі аңыздары енгізілген. Әкем және оның әріптестері. Бұл кітапқа тоқталатын болсақ, ақынның әкесі Баязит Құттыбайұлының бірге жұмыс атқарған, дәмдес, тұздас болған әріптестері туралы айтылған. Кітапта кеңес үкіметі кезінде малшылардың мал бағу тәжірибесі, осы жолда сіңірген еңбектері туралы айтылған. Жалпы айтқанда, қарапайым еңбек адамдарының өмірі баяндалған. Алаш арыстаны. Бұл кітапқа ақынның әр жылы жазылған өлеңдері, арнаулары және де балладалары, аңыздары, сонымен қатар Жұтаң атты өлеңді сатиралық повесі енгізілген. Кітап көрмесінен ақынның жұмыс орнын алған марапаттары көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет.